Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханға арналған құрамы өте өзгеше салаттың рецептісімен бөліскелі отырмын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап кетіңіздер. Ол үшін біз 300 грамм сиырдың етін қайнатып аламыз. Және де 2 картоп, 1 сәбіз, 1 жұмыртқаны қайнатып аламыз. Етті пісіріп алғаннан соң суытып, содан соң осылай ұсақтап турайтын боламыз. Ең бірінші осылай етті саламыз. Осылай шырша тәріздес етіп, етті салып шығамыз. Үстінен майонезді құйып шығамыз. Қайнап піскеннен соң суытып сәбізді терканың үккіштің үлкен көзінен өткізетін боламыз. Енді үккіштен өткізілген сәбізді осылай үстіңгі қатарына қойып шығатын боламыз. Үстінен тағы да майонез құйып шығамыз. Қайнатылып піскен суытылған картопты үккіштің үлкен көзінен өткіземіз. Осы кезде арасына кішкене тұз сеуіп жібереміз. Ендігі кезекте осы картопты үстінен жайғастырып шығатын боламыз. Бір алманы алып, оны да үккіштен өткізетін боламыз. Оларды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Соң жағында қабығын осылай алып тастаймыз, ол қажет емес. Енді осының үстінен теркадан өткізілген алманы салатын боламыз. Өте ерекше салат болайын деп тұр. Құрамында алма да бар. Үстінен тағы да майонез жүргіземіз. Ендігі кезекте 70 грамм сырды үккіштің үлкен жағынан өткізіп аламыз. Бұл да салатқа қосамыз. Мен айтқандай өте ерекше салат болайын деп тұр. Ендігі кезекте үстінен үккіштен өткізілген сырды жайғастырып шығамыз. Енді бізге 2 дана, осында 2 үлкен дана киви қажет. Егер жетпей жатса, қазір тағы да біреуін қолданатын боламыз. Алдымен кивидің сыртын ашып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, осындай орташа деңгейде кесіп аламыз. Және де оны осылай ортасынан 2-ге бөлеміз. Енді мына кивиларды қазір осы шырша тәріздес болған салаттың үстіне жайғастырып шығамыз. Ал мінекей жаңа жылдық дастарханға арналған шырша тәріздес өте ерекше, өте өзгеше салаттардың бірі дайын болды. Бетін осылай кивимен сәндеп қоямыз. Міндетті түрде дайындап, дәмін татып көріңіздер. Қазір сіздерге осылай шетінен бөліп көрсетейін деп жатырмын.
Міне қазір кивимен біреуін жеп көрсетейін сіздерге. Дәмі өте ерекше. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Келген қонағыңыз жаңа жылда таң қалатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.